Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Рыскүл. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі тойымды болып келетін, әрі столыңыздың сәні болатын ұсақ бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз жылы су, ас содасы, тұз, қант, жұмыртқа, май және де ұнымыз қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға, яғни бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін жаңағы тұзымызды, ас сода, қантымыздың барлығын салып, кішкене араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, жылы суымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Барлығы еріп болғаннан кейін ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымыз кішкене қоюлана бастағанға дейін осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қоятын боламыз. Қамырымыз 15 минуттай тұрып болғаннан кейін осылай доскамызға кішкене жабыспайтындай ұнымызды сеуіп, қолымыздың көмегімен осылай қамырымызды домалақ қылып, яғни жайып алатын боламыз. Одан кейін осылай лағманға кескендей етіп, барлығын бірдей етіп кесетін боламыз. Қолымыздың көмегімен осылай домалата отырып жаямыз. Яғни осы домалақтап алған бөлігімізді ұсақтап турап алатын боламыз. Яғни бауырсағымыз бізде майға салған кезде тағы да кішкене өсетін болады. Енді қызып тұрған майымызға біртіндеп салып, қайта-қайта араластыра отырып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Ши бауырсақтарымыз бізде өте ұсақ болғандықтан өте тез піседі. Сондықтан көп майда ұстаудың қажеті жоқ. Қалған бауырсақтардың барлығын жақсылап қуырып алатын боламыз. Міне біздің ши бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шығады және қолжетімді заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге және отбасыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.